Сәлем достар, менің есімім Әлиханым, бұл сыр білім парақшасы. Осы жерде жыныстық сауаттылық жайында айтам, және де сендердің қойған сұрақтарыңызға жауап берем. Бүгінгі тақырып мастурбация, оны тағы да өз-өзін қанағаттандыру дейді, немесе анонизм дейді. Бірақ та көбісі маған жекеге жазғанда оны дрочить сондай сөздерді айтады. Бұл өте дөрекі сөз, бұл орысша сөз, өте әдепсіз сөз. Сол үшін мына жерде постоянно айтам, дөрекі, әдепсіз сөз. Бұны өз-өзін қанағаттандыру, мастурбация, анонизм сияқты сөздерді қолданыңыз. Әрине, достарыңыз арасында, өте сізге жақын адамдар арасында сіз солай айта аласыз. Бірақ маған, мысалы, маман ретінде, басқа сіз білмейтін адамдарға осындай сөздерді қолданбаңыз. Это сізге осындай бір кеңес ретінде, рекомендация. Екіншіден, сразу мына жерде айта кетейін, осы тақырыпқа кішкене басқа, это қынап, әйелдердің мүшесін, немесе еркектің мүшесін, вообще бөлек видео бар, но тоже күнделікті ам және де қотақ дейді. Дөрекі сөз, өте дөрекі. Мен әрине түсінем, сіздің үйіңізде мүмкін солай сөйлейді, достарың арасында солай сөйлейді, бірақ бәрібір сөйлеу әдебі, сексология, жыныстық сауаттылық деген сол, кішкене дұрыс сөздерді қолдануды үйрену керек. Себебі бұл өте әдепсіз. Әйелдің жыныс мүшесін қынап дейсіз, еркектің жыныс мүшесін пенис дейді, немесе фалос дейді, осындай, либо просто пенис, либо фалос айтқыңыз келмесе, онда просто мүшем дейсіз, менің мүшем. Понятно, что сіз еркек болсаңыз, сіздің мүшеңіз қандай, но это не қотақ, и әйелдің қынабы, жыныс мүшесі, это не ам, это өте дөрекі, әдепсіз, это, соны білмеймін енді, бір жылдан асқан менің сондай видео бар. Астына сілтемені қойып қоямын, бірақ бәрібір әлі күнге дейін әлі солай жазады. Мен түсінемін енді, адамдар үшін бұл сөз дұрыс, бірақ та бәрібір мына жерде жыныстық сауаттылық айтқан соң бәрібір айта салайын, все равно. Кете берсінші дегендей, ақпарат ретінде. Сұрақ. Келдік, сұрақ. Кешірерсіз, менің түсінуім бойынша мастурбация көп жасағанның салдарынан әйелмен төсек қатынас кезінде тез бітіріп қоямын. Тез қоюның себебі мастурбация жасайтыннан деп ойлаймын. Яғни, мына жерде оқырман, еркек кісі тез бітірудің себебі сол мастурбация деп ойлайды. Егер де мастурбация жасауды қой алсам, төсек қатынасым ұзарады ма, әлде осы қалыпта қалады ма, не істесем болады. Мына жерде, әрине, ерлі-зайыптылар арасында еркектер көбінесе порно қарайды, және де порно қарағанда осындай тәуелді болып қалады. Себебі мына жерде қараңыз, жасауды қой алсам, яғни уже қиналып тұр ғой. Это сол үшін, кстати, мен инстаграм парақшамда жазылсаңыз, стористе біреу сұрақ қойған, сіз порно қарайсыз ба? Жауабым жоқ, мен қарамаймын порно. Себебі кері әсерлері өте көп. Бұл тәуелдік, тәуелдікке әкелетін әрекет. Бір-екі күнделікті уже психика ауыса бастайды, ауытқу болады. Менде тоже видео бар, сол порно тәуелдік жайында. Бұның еш жақсы нәрсесі жоқ, шыны керек. Тәуелді болып қалады, және де сосын жыныстық қатынасқа түскенде порно қарамай мүшесі тұрмайды, ләззат ала алмайды. Бұл әйелдерде де, еркектерде де бар. Просто еркектер больше порно тәуелділікке көп, мүмкіншілігі көп статистика бойынша, еркектер порно тәуелді. И, конечно, әйелмен бірге болғанда, әйелмен қосылмайды, а именно порно қарайды. Немесе тез бітіреді, соның себебі. Енді сұраққа жауап берейін. Тез бітіру мәселесі мастурбациядан болу мүмкін. Иә, болу мүмкін. Себебі мастурбация жасағанда сіз арнайы, қалай сіз қысасыз, қалай сіз ұстайсыз. Арнайы бір әдет болып қалады сізде. Сіз именно бітіргеннен солай, өз-өзін қанағаттандырды, әрине сіз тез бітіруді үйреніп қаласыз. Бұл да бір кері әсері. Бұл тек қана еркектерге ғана емес, бұл әйелдерде де болуы мүмкін. Әйелдерде мастурбацияға постоянно үйренсе,
жыныстық қатынаста кішкене басқаша болса, осы жерде оргазм алу қиын болып қалады да. Еркектерде тез бітіру, әйелдерге наоборот ұзақ болып қалады да, ұзақ ала алмай қалады. Это тоже бір мастурбацияның әсері болуы мүмкін да. Не істеу керек да? Мына жерде ең бірінші кеңесім әрине порноны қарамау керек, азайту керек. Оны резко сіз тастай алмайсыз, бірақ мөлшерін ақырындап азайтыңыз. Это біріншісі, ладно? Так, екіншісі, бұл мастурбация, егер сіз қашан неге жасайсыз да? Мысалға порно сіз потихоньку мөлшерін азайтасыз. И получается, мастурбация, мен жалпы көп нәрселермен оны қолдаймын, бірақ та ерлі-зайыптың арасында сіздің әйеліңіз, күйеуіңіз қасында жатса, мастурбация жасауға керек емес, да, әйеліңіз қасында, күйеуіңіз қасында. Просто мына жерде кішкене екеуіңіз де жұмыс жасау керек. Осы еркек кісі да оқырманға кеңесім біріншісі, порно әрине сіз мөлшерін азайтасыз, екінші бұл міндетті түрде анализ тапсырыңыз да, уролог, андролог маманына барыңыз, немесе эндокринолог. Тоже, потому что тәуелді болып қалғанда кішкене гормондар кішкене көбейіп кетеді, немесе азаяды, то есть гормондарға байланысты өзгеріс болуы мүмкін. И это тоже жыныстық қатынасқа әсерін тигізеді. Сол үшін сол гормондарға тексерілу керек. Себебі сіздің жалпы денсаулық жағынан қаншалықты бәрі реттеулі, қаншалықты бәрі нормада да, сіз оны да тексеріңіз. Үшіншісі, бәрі денсаулық жағынан бәрі нормально болса, үшіншісі бұл өз-өзін ұстауды үйрену да, уже тез бітіру. Сіз ана факторларды алып тастаңыз, ары қарай тек қана психологиямен жұмыс жасау, тек қана психология да, яғни өз-өзін ұстау, өз-өзін сезу. Бұны әр еркек адам да көбісі, который жыныстық қатынасты ұзақ бола алатын, өз-өзін ұстайтын, олар соны үйренген. Любой достарыңыздан сұраңыз да, просто бір жеке бір сұрақ, сен қалай, олар айтады саған, сізге да, и как раз таки уролог, андролог мамандары да, олар да айтады осындай кейбір кеңестерді да. Вот, так что тез бітірмеудің шешу жолдары өте көп. Бірақ сіздің сұрақтарыңызға келсек, бұл мастурбация, бұның да әсері болуы мүмкін, да, именно тез бітірудің. Так что, егер де сіз үйленбеген жігіт болсаңыз, немесе қыз болсаңыз да, үйленбеген, бірақ қатты қысылсаңыз, және жыныстық мастурбация жасағысы келмесеңіз, мына жерде кеңесім, әрине сіз көбісі сұрайды, типа мастурбация жасаған соң лучше андайға барайық дейді, қалай айтады оны? Жезөкшеге, проститутка. Ну это приехали достар, ну вообще, конечно. Маған хейт жазады, вот сен мастурбацияны қалдамайсыз, бірақ лучше мен ана жезөкшеге барайын дейді, да? Ну вообще логика, вообще таң қалам, да? Сен кішкене өз-өзімен жұмыс жасау керексің ғой енді, да? Вот, ну как бы алдымен өз-өзіңізді білу керек. Сіз қаншалықты сіз жыныстық қатынасқа қызығушы, то есть не қызығушы, а қаншалықты денеңіз сұрайды оны. Күнделікті сұрай ма? Потому что мастурбацияның кері әсері, когда сіз өте көп жасай берсеңіз, да, күнделікті бірнеше рет, и сіздің ойыңыз тек қана сол мастурбацияда. Анау оқу кетті, анау жұмыс кетті, тек мастурбация. Конечно, это уже ауруға, да, это уже оны психологпен, сексологпен бірге жұмыс жасау керек. Да? Ал егер де сізде норма ретінде аптасына бірнеше рет, да, или кейбіреу айына бір рет, да, ну, к примеру, определенный бір мөлшері бар, и бұл әсері тигізбейді, жұмысына әсер етпейді, оқуына әсер етпейді, адам өзі спортпен шұғылданады, активный, и анда-санда мастурбация жасаса, в принципе, ешқандай мәселе жоқ. Сондай кезде, ладно? Именно үйленбеген, партнері жоқ, жас жігіттермен қыздарға, ну, может быть, и жас емес, да? Ну, әр адамға, да? Келесі, тоже сіз өзіңіз байқауыңыз керексіз, қаншалықты именно определенный мастурбация кезінде определенный тек
бір ғана бір қолмен осылай жасағанда ғана или ойыншықпен осылай жасағанда ғана тек мен бітірем дегенден қарастырыңыз. Сол кезде сіз басқаша қарап көріңіз. Қыздарға да соны айтатыным да. Бір нәрсеге үйреніп қалмаңыз, басқаша көріңіз, басқа позаны көріңіз. Қолмен, допустим, қатты басып емес, кішкентайлау, аз ғана қылып қысыңыз да. То есть мына нәрселерді қарастырыңыз басқаша қылып да, и өзіңізді қараңыз, қаншалықты сізге бұл ләззат әкелемі. Әрине, бұл да уақыт алады. Сіз бір күнде бұлай оргазм алмайсыз, себебі сіз уже үйреніп қалдыңыз, мысал ретінде. И басқасына үйрену үшін кішкене уақыт керек. Соны сіз кішкене сабыр сақтап, кішкене қызығып, өзін зерттеп, уақыт бөліңіз. Да, это нормально. И уже ертең жыныстық қатынас түскен кезде сізге ешқандай проблема болмайды, да. Это все процесс. Процесс дейді, ол именно өте көп, именно біздің мимен, баспен, психология тұрғыда әсері өте көп, да. Все, тақырып өте үлкен. Сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Кеңестерімді айттым. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде маған жазыңыз. Немесе сіз менің кеңестерімізді оқып, бірақ та қиын болып қалса да, ары қарай не істеймін десеңіз, менің жеке консультацияма жазылыңыз. Мен сізбен жеке жұмыс жасаймын, жеке кеңестерімді беремін, да, сол арқылы сіз жұмыс жасайсыз, да. Немесе сұрақты осы жерге, немесе дайректке жазыңыз, мен де оқып, осындай сізге арнап видеоларды түсіремін. Все, рахмет, сау болыңыз.